Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қайырлы күн. Күндей жадырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза көңілмен бүгінгі музыка сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, алдымен мен сендерге жұмбақ жасырайын, сендер шешуін тауып көріңдер. Қар мұз еріп, су көбейіп, сай-салаға толады, бүршік жарып, жарық ашып, гүл бәйшешек басады. Бұл қай мезгіл деп ойлайсыңдар? Қанеки, ойланып көріңдерші. Бұл көктем мезгілі. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы көктем жаңбыры. Бүгінгі сабақта жаңбырдың дыбысын тыңдайсыңдар, рейнстинг аспабы туралы білесіңдер, жау-жау жаңбыр әнімен танысатын боласыңдар. Көктемде қар еріп, ағаштар бүршік жарып, құстар келіп, табиғат ұйқысынан оянады. Жаңбыр, жаңбыр жауасың, жанымызға дауасың, біз ойнайтын ауланың тазартасың ауасын. Көктемде жаңбыр көп жауады, жаңбыр жауғанда жер тазарап, шаң тозаң басылады. Жаңбыр жауған соң айнала көкжиекке оранады. Оқушылар, барлығың жаңбырдың қалай дыбыс шығаратынын білесіңдер деп ойлаймын. Тағы да бір рет жаңбыр қалай дыбыс шығарады екен, тыңдап көрейік. Енді жаңбырдың 3 сәтін қол қимылдары арқылы көрсетіп көріңдер. Мысалғы, жаңбырдың басталуы алақанды ашу, күшейгенде екі қолымызбен басымызды қалқалау, ал бәсеңдеген кезде қандай қимыл жасауға болады? Жаңбырдың 3 сәтін өзің ойлап тапқан қимылмен немесе белгілер арқылы көрсетіп көріңдер. Мысалғы, қолымызды шапалақтау арқылы, аяғымызды жерге ұру арқылы жаңбырдың дыбысын шығаруымызға болады. Ұрмалы шулы аспаптарды қолданып та жаңбырдың дыбысын шығарып көрсеңдер болады. Оқушылар, бүгін біз дыбысы жаңбырдың дыбысына ұқсайтын рейнстинг аспабымен танысатын боламыз. Рейнстинг аспабы және оның жасалуы. Рейнстинг ағылшын тілінен аударғанда жаңбыр таяқшасы деген мағынаны білдіреді. Ол бамбук ағашынан жасалынатын аспап. Ішіне ұсақ заттарды салып, жаңбырдың дыбысын естуімізге болады. Рейнстинг аспабының дыбысын өзіңе таныс табиғат дыбыстарымен, музыкалық аспаптармен салыстырып көріңдер. Рейнстинг аспабы неліктен жаңбырдың дыбысы сияқты дыбыс шығарады деп ойлайсыңдар? Оқушылар, бүгін біз жау-жау жаңбыр әнімен танысамыз. Әннің өлеңін жазған Шөмішбай Сәриев, әнін жазған Кеңес Дүйсекеев. Ақша бұлттар ауа берші, жау-жау жаңбыр жауа берші. Бақыт болып жаушы жаңбыр менің әсем қалама, бақыт болып жаушы жаңбыр менің байтақ далама. Менің әсем қалама, менің байтақ далама. Алматыда Астанама, жасыл желек жаз қалама. Ақша бұлттар ауа берші, жау-жау жаңбыр жауа берші. Бақыт болып жаушы жаңбыр менің әсем қалама, бақыт болып жаушы жаңбыр менің байтақ далама. Менің әсем қалама, менің байтақ далама. Енді әннің сөздермен таныс болайық. Мен айтамын, сендер қайталаңдар. Алатаудың бауырына, атам әжем ауылына. Ақша бұлттар ауа берші, жау-жау жаңбыр жауа берші.
Бақыт болып жаушы жаңбыр менің әсем қалама. Бақыт болып жаушы жаңбыр менің байтақ далама. Менің әсем қалама, менің байтақ далама. Енді мен әуендете орындаймын, сендер қайталаңдар. Алатаудың бауырына, атам әжем ауылына. Ақша бұлттар ауа берші, жау жаңбыр жауа берші. Өте жақсы оқушылар. Енді әннің әуені мен ырғағына баса назар аударыңдар. Әннің мәтіні мен сөзін сипаттайтынына қарай рейнстинг аспабын қолданып, осы өлеңді орындап көріңдер. Бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық. Бүгін не жақсы болды? Қандай ақпарат қызықты болды? Өзіңе бүгінгі сабақтан не алдың? Және бүгінгі сабақта қандай кедергілер болды? Соны тілек бетіне жазып қалдырыңдар. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.